Жеңілмейтін махаббат. Салтанат Минайхан. Шын ертегі. Ел есіне жатталған ертегі. Аңыз, батырлық дастандарда қас батырдың айлық жолда қар мен боранға, аяз бен асуға қарамай тіліп өтіп, мір оғындай мінген атын межесіне дейін қан сорпа қылып жететін қамшы мінезді әке тұлға сондай суретте шауып келеді. Атжарған жел екпінінен аққан жас екі самайынан, қыс болса да төгілген тер тақымына түсіп төзім тепкісіне шыдамай жұтылып кетеді. Тас жарып тау қопарған мінай әке, кеш батқаннан таң ата қала ернеуіне қара жолды қақ жарып ақ тозаңын бұлтқа жеткізіп келді. Қыста қатқан жерден шаң, шапқаннан қан, тірескеннен жан шығаратын шойын мінезді батыр адам. Мінай әке, әке болады. Қалаға қаңғып келген жоқ. Кеше кешкісін кереге асынып келіншегі ақ түйе бейнесі тулап, толғата сала қалаға шапқан. Жеткені осы. Тұңғышы екі өмірдің арасында есік қағып тұр. 4 мезгіл төңкеріле көшетін көшпенді қазақ ұлын аман әкелу үшін қала дәрігеріне сенеді. Тарлан торысын қала шетіндегі соңғы асуға шығарып тізгінін тартты. Ауыздығымен алысқан астындағы атының тас тұлғасына сүйсініп, жалынан сипап, әйелін еркелеткендей жылы сөйледі. Бар қара жер қуанып, биік таулар бұралып, алдағы қуанышты асыға күтетін секілді. Қызыл қылыш мұрты қайырылып, қуана күліп, қала емханасына қарай шаба жөнелді. Қара қыстау мең-зең меңіреу күйде. Қой маңырап, қозы шуламайды. Жылқы кісінеп, түйе боздамайды. Мола тыныштық. Бәрібір ұлы іске оларға дайындалғандай, таусыла тосқандай тынып қалған. Тек пыс-пыс еткен әртүрлі малдың өз буы бұрқырайды. Жалғыз қара таудың жамбасындағы қыстау үй ыңыранған әйел даусын көміле тыңдап, ана күлкісіне ауысуын күтіп күрсінетін сияқты. Бәрі тыныш. Тек аналық дауыс. Тек толғатқан әйел үні. Арасында текті жануар жаны ашығандай, оқсын аналық бие пысқырады. Қабырға тамға тірелген кереге ағашына сүйенген боздақ әйел қиналса да қуанып отыр. Іштей үшқалақ қағады. Біресе күледі, біресе ыңырана дауыстайды. Қара сүмек тер сүртуге көнбей, көл болып сүт толған омырауын жағалап ағып жатыр. Қолында жосаға малынған қызыл асық. Әредік, толғатып, жатып толғай ереді. Алшы, тәйкі. Ерген сайын жыбырлап асығымен сөйлеседі. Кейде алшы түсіре алмай қиналады. Құдай, бұл бола көрсін дейді. Алдында Құдай тұрғандай дауыстап. Алшы түссе ұл табарына, тәйкі түссе қыз туарына өзін сендірген. Сүйген қосағына қанжар ұстар, мүмкін қалам ұстар, ұл тауып бергісі келетіні анық. Қашан алшы түскенше ере береді. Бұл болса екен, жаратқан бисмилля, деп жалғыз асықты домалатады. Бұл алғаш іші білінгеннен жасайтын ермегі. Бір жалғыз сенімі. Кенет іштегі өмір тепкіленіп, анасын барынша қинап шыңғырта бастады. Осы кезде табалдырық түбінде жатқан 2 айлық ақтөс күшік мөлдіреген көзін иесіне қадап, атып тұрып, жаңа көтерген бауырын жерге сүйретіп, ары-бері көлбеңдеп қыңсылап әлек. Ақтөс күшік іштегі баланың төл құдасы болмақ. Мазасы кетіп, тұмсығын 2 аяғына қойып, жатқан күйі ащы дауысты иесіне
мөлтіктеп қадала қарап жатыр. Іштегі тентек сәл саябыр тапса, тұруға тырысып, сүйретіліп бет-аузын сүртіп, ернін су тигізеді. Абзал ерінің қалаға кеткеніне жарты күннен асты. Әйелін іштегі ұлы мен мал жанын тастап, тәуекелге бас тігіп қалаға тартуы күйеу үшін үлкен ерлік болып көрінеді. Өзі орда тұрып күйеуінің аман келуін тілейді. Шыда жаным, деп тірелген толғақпен алысып отырып, аунап-қунап, ақ түспен сөйлесіп, іштегі бөлшегімен тілдесіп, кешкі апақ-сапаққа да жетті. Күлзира әйелдің тершіген құлағына темір тұлпар уаз көлігі мен мырыш жақ тегеурін тор аттың аяғы дүбірі қатар естілді. Кетті-ау, деп аузына тістеген орамалын алып тастап терең дем алды. Дала табиғатының қалаға сан соқпақпен толғатқан ананы алып келу оңай болмасы анық. Адам нанғысыз ауыртпашылықпен жарты күн жүріп қалаға босанбай елінді. Қасында күйеуі мінәй. Бар малжанды енге тастап, асыл жарының асты үстіне түсіп қалаға жеткенше май сорпасы шықты. Дәрігерлердің демі өте ауыр толғақ десті. Системасын сұйығын құйды. Әуре сарсаңға мықтап түсті. Анада әл қалмады. Енді баланы емес, ананың өзін аман алып қалу қамына ауыса бастады. Қайратты әйел күйеу үшін, іштегі үміті үшін соңғы күшіне дейін ілініп бақты. Көзімен самайынан жас екені, тер екені белгісіз ұсақ тамшылар шылқып ақты. Ес кетіп, жан шығарда түнгі сағат 2-де, қыстың қарашасының 4-інде алып ана көптен күткен сәбиін дүниеге әкелді. Есінен сан өшіп, сан оянды. Толғақ аяқталып, сәби дүниеге келсе де, келмегенде еш дыбыс жоқ. Жылт еткен шарана болсын, бойында жан болса, жарық өмірге жылап, бақырып келетіні бәріне аян. Ал бұл бала қалай болғаны? Аз уақытта палата ішін сірескен тыныштық жайлады. Армандап жеткен ана бақытын үрей биледі. Қорқыныштан қаусаған денесі жансызданып, өліп бара жатқандай еді. Көз алдына әлі түс, әлде аян, көтер басыңды. Сен ұлы перзент таптың деген бақилық әкесінің азиз бейнесі келді. Сол сәт өзі сенбес тың күшпен басын көтеріп, дәрігерлердің алдында жатқан шаранаға қарады. Перзентханадағы 3 білгір дәрігер босана мұңға малынып, үлгерген ана келбетіне бір, жатқан жатырынан жасырын шыққан сәбиге бір үңіледі. Тонымен туылды. Бұндай өте сирек кездеседі. 1000 рет қайталанады дейді бас дәрігер. Кімге айтып жатқаны белгісіз, таң күйде. Жас ананың үміті әлі үзілмеген. Жанталаса сәбиіне дәрігер жанталаса сәбиіне емінеді. Дәрігер баланың оранған тонын жыртып қолына алды. Балпанақтай ұл бала. Ана жүрек осы кезде төгіліп жылап жіберді. Үнсіз, тек бұршақ жас жанарынан жылжуын тоқтатпады. Екінші медбикеге келіп сәбидің аузынан 3 қайтара үрлеп дем берді. Лап еткен жалын қасиеттеніп, сыр еткен нәресте даусы перзентхананы әп-сәтте шарпып кетті. Палатаның ішін сәби даусына жармаса дәрігерлер мен ана қуаныш күлкісі көмді. Күлзира 2 күн 2 түн толғатып ана атанып, ұлын құшағына алғанда, есік жақтан әке атанған азамат атылып келіп ұлын қолына алып жатты. О, мен дүниеге келдім. 7 ай асық ертіп, ақ сүтін ертіп, 2 күн 2 түн тонымды оранып шықпай ардақты анамның жаны иегінің ұшына келгенде туыппын-ау, тәйірі. Келгенде де дұрыс келмей шатақ шығара келген қумын.
ел сияқты суға салып бақырып шақырмағам. Темір торымды, оранған тонымды жарып, аузыма үрлеп өздері жылатқан. Ересектердің санасына сәби жылау керек деген даңғаза қағида қалыптасып қалған. Жыламаса нәресте емес, бәле қорға бастайды. Кешегі ертөстіктердің атын жамылған ертегілердің бәрін өтіріктеу парықсыздық. Өздері жылап туған соң айта береді ада. Ес біліп, күрек ұстауға икемделгенде анам айтушы еді: сен еріксіз сәби болдың, балам. Әлемге әмір еткен тұлғалар тонымен дүниеге келген екен. Миыңның бір бұрышына сақта. Толғатқан екі күнде күлді. Сүйегім шатынап, иегімдегі сүйекке сүйеніп аман қалдым. Сен туғалы белім бекімей қалды, қақсайды тұрады. Құлыным сол деп еркелетіп, Құдай махаббатымен құшағына қысады. Ақ сүтінің таңдайы дәмі, бесік жырын айтқан әнін елірткендей, опа құшағында жатып, не көрсеттім осы анама, не көрсетем? Жаныңды бөліп бергенде, бөлтірігінің қақпан бастайтын білдің бе екен, ана? Мына қара шалыңнан тарап, сенен тусам мен шынымен ұлы адам болғаным ғой, деп ішіммен жиі сөйлесемін. Өскен сайын өмір өрнегі қоюланып, өзегіңе өксік тығылатыны жаман. Ал мен жыламаймын, жылай алмаймын. Мен өмірге жылап келмегем. Сен мені жылата алмайсың. Сен де. Ол да, олар да. Тек бір тілегім, мына өмірді жылатпай әкелген анам өлгенде жыласам екен, болды. Сен мені жылата алмайсың, сұм өмір.